Сәлем қыздар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен мінекей мынандай макарон ұяшығындағы фарш әзірледім. Бұның дайындалуы, пісуіне 25 минут кетеді, дайындалуына 10 минут кетеді. Кез келген немен соуспен жей бересіз. Ол үшін мінекей 250 грамм фарш керек. Мінекей сосын мынандай мінекей салангани дейді ғой. Мынандай макарон өте жақсы, өте дәмді қыздар. Мінекей осының арасына тығасыздар фаршты. Ең алдымен міне содан кейін оған бір кішкентай үлкен қасықпен бір қасық томат пастасы керек, тұз, бұрыш, кішкентай ғана сұйық май, бір жұмыртқа, пияз және сәбіз керек. Қыздар, ұнтақталған чеснок болса жақсы болар еді, ондай менде жоқ болғандықтан мынаның ішінде чесногі бар, мына нені қостым мен, приправаны. Сосын укроп керек. Свежий укроп болса тіптен жақсы болар еді, қыздар. Мінекей, ең алдымен бастаймыз. Фаршымызды 250 грамм фарш мінекей. Бұған мен ең алдымен тұзым мен бұрышымды қосамын. Кішкентай қасықпен бір қасық тұз, жарты қасық бұрыш, қара бұрыш. Мінекей, фаршқа мына нені қостым, приправаны қостым. Содан кейін пияз. Пиязды қыздар өте ұсақтап турайтын боламыз. Қыздар арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Иә? Сонда болашақта шығатын видеоларды көре алатын боласыздар. Куә боласыздар видеоларға. Мінекей ұсақтап турап мына пиязды қосамыз фаршқа. Тұз бұрышымды қостым. Одан кейін бір жұмыртқаны қостым, қыздар. Енді осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Менің фаршым өзі майлы фарш болғандықтан бұның ішіне мен қаймақ қоспадым. Кейбір қыздар бұған қаймақ қосып жатады. Сары май, сливочный масло дейді ғой орыстар. Сондай қосып жатады. Енді оны өзіңіз білесіз. Енді мынау макарон. Ішінде 18 штук бар, қыздар. 18 штук. Бұған 4 адам былай тояды. 5 адам мен шала тояды. Вот, мінекей өстіп, кішкене жаңағы макаронымызды былай ашып жібереміз дағы. Сосын ішіне өстіп фаршымызды саламыз. Мені мына кеспені кішкене мен былай аштым ортасын. Содан кейін фаршты салдым ортасына. Мінекей кішкене ашып, ұстап тұрып, енді фаршты саламыз. Қыздар, өте дәмді тамақ 25 минуттың ішінде дайын болады. Ал піседі 25 минуттың ішінде пісіп шығады. Ал дайындалуға бір 10 минутыңыз бұлай жетіп жатыр. Түк қиындығы жоқ. Мен небәрі 12 штук жасадым. 18-ін толық барлығын жасаған жоқпын, өйткені адам көп емес. Біздің үйде 2 адамға болғандықтан артығымен жасадым. Міне осылай болып шықты. 12 штук біздің ұяшықтағы ет десек болады қазақша. Бұны дайындап алдық. Ең бірінші жұмыртқаны қосу себебіміз ішіндегі фарш тарқап шашырап кетпесін деп. Онсыз да шашырамайды. Дегенмен сенімді боласыз. Жұмыртқа қоссаңыз. Енді пиязымызды полукольца дейді ғой орыстар, полукольца етіп турап алдым. Пиязымды енді сәбіз. Сәбізді кәдімгі неге соломка етіп турайсыз сәбізді. Қызып тұрған табаға кішкене май құйдым. Оған пиязды салып қуырдым. Асыққанда өте ыңғайлы, өте дәмді, өзгеше тамақ. Әуетке немесе кешкі асқа өте жақсы. Міне пиязым қуырылғаннан кейін пиязымды 1 минуттай қуырдым. Қызып тұрған майға салдым ғой пиязды. Енді сәбізді қуырамыз. 1 қасық томат пастасын қостым.
Помидор болса помидорды турап қосып жіберіңіз, через терка өткізіп қосып жіберіңіз. Тіпті болмаса кобра бар ғой, сол кобрадан да қосып жіберсеңіз болады. Мінекей, томат пастасын қоса қуырдым. Қуырылып болып қалған кезде су құйдым. Суды толық суды құймаймыз, кішкене ғана су құямыз, күйіп кетпес үшін. Татымына қарай, әзірше мен кішкентай қасықпен бір қасық тұз сала тұрдым. Одан кейін дәмін татам ғой тұздың. Аз болса сосын тағы саласыздар. Мінекей енді мына ұяшықтағы етті осы сорпаның үстіне саламыз осылай, тікірейтіп қоямыз. Енді суды қыздар жаңағы макаронның бел ортасынан сәл жоғары болғанға дейін құямыз. Тұзының дәмін татамыз. Тұзы аздау болса, тағы да бір қасық немесе жарты қасық тұз салып жібереміз. Қыздар, біз фаршты тұздадық. Иә, білесіздер ғой. Енді мен мына кеспесін тұздап жатырмын. Кеспесі тұзды суға болғаны дұрыс. Мінекей жаңағы мен айтып өткен приправаны салдым. Кез келген приправа салыңыздар. Ал мынау укроп. Свежий укроп болса тіпті жақсы болады. Енді бетін жауып, астын ақырындап тура 25 минутқа қойып қоямыз. Міне 25 минуттан кейін дайын болды тамағымыз. Бұны тарелкаға салып, қаймақпен болса қаймақпен, кетчуп болса кетчуп, тағы да қандай соус бар. Кез келген соуспен жесеңіздер, тіпті өзінің де несі подливы бар. Өзінің подливымен де сондай дәмді болады қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын.